Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Нурия Мусаева. 1982 жылдың 22 ақпанында туылғанмын. Өзбекстаннан келген оралман. 2009 жылы келіп, 2010 жылы Қазақстан Республикасының азаматтығын алғам. Міне жеке куәлігім. Менің 5 балам бар, 4 балам өзіммен бірге Қазақстан Республикасының азаматтары. Бір қызым Қытай Халық Республикасында қалып қойды. 2015 жылы 1 қарашада Жежаңда дүниеге келген. Есімі Қадиша Меджит. Міне туу туралы куәлігі. Жолдасым Меджит Абдурашид 1971 жылдың 2 ақпанында туылған. Қытай Халық Республикасының азаматы. Жолдасым аспаз. Жолдасымның міне жеке куәлігі. Және төлқұжаты. Жолдасым екеуміздің заңды некеміз бар. Шинжаң Қашқар қаласында некеден өткенбіз. Міне мұқабасы. Қазіргі кезде жолдасым және қызым үй қамағында отыр. 2018 жылдың июн айынан бастап үй қамағында оның барлық құжаттарын тартып алып үй қамағында ұстап отыр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы ретінде Біріккен ұлттар ұйымының отбасы мүшелерін біріктіру бабы бойынша Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев мырзаға, Нұр Отан партиясына және Біріккен ұлттар ұйымына бір отбасы екіге бөлінген отбасыларына көмек сұраймын. Жолдасымның және қызымның екеуінің Қазақстанға еш кедергісіз келулерін сұраймын. Мен ана ретінде өз баламмен және жұбайы ретінде жолдасыммен бірге тұруға құқығым бар. Және де барлық бөлініп қалған отбасыларға тезірек кезіксе екен деп тілеймін және тілектеспін.